Бүгін мен сіздерді 7-ші сынып оқушыларымен оқытудағы практикалық тапсырмаларды қашықтықтан оқытуда қалай орындауды ұйымдастырғаным бойынша іс тәжірибемен бөлісемін. Тәжірибе көрсеткендей, қашықтықтан оқытуға байланысты 7-ші сынып оқушыларында практикалық сабақты жеке орындауда қиындықтар кездесті. Оған келесі жағдайлар әсер етті. Біріншіден, қондырғылармен және материалдармен көзбе-көз жұмыс жасамауы. Екіншіден, барлық тақырып бойынша симуляциялық тапсырмалардың болмауы және қазақ тілінде тапшылығы. Үшіншіден, қашықтықтан оқыту жағдайында 20 минут уақыттың аз болуы. Аталған мәселелер оқушылардың практикалық жұмысты орындау дағдысына кері әсерін тигізді. Осы проблемаларды шешу үшін өз тәжірибемде келесі жұмыстар атқарылды. Ол үшін қондырғылармен және материалдармен жұмыс барысы видеоға түсірілді. Мәліметтерді графикалық түрде ұсыну алгоритмі жасалынды. Бағалау тапсырмалары акті құралдары арқылы жүргізілді. 7-ші сыныпта төмендегідей практикалық дағдыларды дамытуға ерекше көңіл бөлу керек. NIS программ білім беру бағдарламасында 7-ші сыныпта келесі практикалық жұмыстар қарастырылған. Практикалық жұмыстың түрлері: демонстрация, модельдеу, дала жұмыстары, симуляция, зертханалық жұмыстар. Қашықтықтан оқыту жағдайында дала жұмыстарын практикалық жұмысты келесі түрде ұйымдастырылды. Қондырғылармен және материалдармен жұмыс барысы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып видео түрінде берілді. Практикалық жұмысты жеңіл түсіндіру мақсатында түрлердің әртүрлі заттарды қолдану арқылы түсіндірілді. Сіздердің назарларыңызға жергілікті жердің экожүйесімен танысу тақырыбындағы дала жұмыстарын жүргізуде шаршы әдісін қалай қолдануды ұсынамыз. Мектеп ауласындағы барлық өсімдіктер мен жануарлардың санын санау мүмкін емес. Сондықтан біз шаршы әдісін қолданамыз. Біз бұл зерттеуді жүргізу үшін 3 түрлі нысан таңдаймыз. Мұна біздің таңдаған бірінші нысанымыз, яғни өсімдіктер мен жануарлардың саны көп. Біздің алған үшінші нысан өсімдіктердің саны өте аз. Оқушылар видео арқылы практикалық жұмыс барысымен танысып, кестеге деректерді енгізіп, орташа мәнді есептейді. Оқушылардың білімін бағалауда цифрлық құрал Excel қолданылады. Практикалық жұмысты осы алгоритм негізінде ұйымдастырудың келесідей мүмкіндіктері бар. Осыдан кейін екінші тапсырма беріледі. Оқушылар кесте толтырғаннан кейін 3 шаршыдағы түрлердің санының әртүрлілігін сыныпта талқылап, айырмашылығын түсіндіреді. Оларға әсер еткен факторларды анықтайды. Осы тапсырмаларды оқушылардың орындауын бағалау үшін Padlet тақтасы қолданылады. Келесі кезекте уақытша микропрепарат дайындау бойынша практикалық жұмыстың симуляция арқылы ұйымдастыру түрі көрсетіледі. Ол келесі алгоритм арқылы жүзеге асырылады. Бірінші видео арқылы практикалық жұмыс ұсынылады. Біз пияздан 4 бұрышты кесінді аламыз. 4 бұрышты кесінді алып, ол кесіндіден пияздың өңін аламыз. Кулярда 10 деген сан жазылған, мына қызыл жолақты объективте 4 деген сан жазылған. Яғни біз екеуін көбейтеміз, сонда біздің қызыл жолақты ең кіші өлшемдегі 40 есе үлкейтіп көрсетеді. Дайын болды. Екінші, оқушылардың құрал жабдықтармен жұмыс реттілігін түсіну дағдысын бағалау үшін Google Forms құралы қолданылады. Бірінші тапсырмада оқушыдан уақытша микропрепарат дайындау тәсілін реттілікпен орналастыру сұралады. Артықшылықтары: жеке орындайды, оқушыларға жеке кері байланыс беріледі, оқушы білімін тексеріп, нәтижесін бірден шығарады, уақыт үнемделеді. Үшіншіден, практикалық жұмыста алынған мәлімет негізінде оқушының ақпаратты сурет түрінде ұсыну үшін Google Форматив құралы пайдаланылады. Екінші тапсырмада микроскоптан көрген пияз өңінің жасушасының суретін салады. Ол үшін препараттан 40 есе үлкейтілген микроскоп арқылы көрінген суретті бейнелейді, ал жасушаның негізгі құрылымдарын белгілейді. Практикалық жұмысты осы алгоритм негізінде ұйымдастырудың келесідей мүмкіндіктері бар.
Назарларыңызға қашықтықтан оқытуда іс тәжірибемдегі практикалық жұмысты ұйымдастыру алгоритмі көрсетілді. Тәжірибе нәтижесінде видео сабақ, цифрлық құралдар, практикалық жұмысты орындау алгоритмі өз нәтижесін көрсетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.